Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен балықты екі түрлі әдіспен қуыруды үйренетін боламыз. Ең алдымен әрине бізге балық қажет болады. Кез келген балық түрін алсаңыздар болады. Ең алдымен балығымызды жуып, тазалап болған соң, оны татымына қарап, қалауларыңызша тұз сеуіп біраз уақытқа қойып қоясыздар. Сонда тұзы сіңіп тұрады. Ең бірінші әдіс ол бізде классикалық қуыру әдісі. Бәріміз білетін, балықты ұнға аунатып, қызып тұрған отта пісіріп аламыз. Екі бетін қызарғанша. Оттың қатты баяу немесе қатты төмен емес, орташа болғаны дұрыс. Сонда барлығы дерлік піседі. Енді бізге пияз қажет болады. Осылай бір пиязды жұқа етіп бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Және оның үстіне алма сірке суын аздап қосып дайындап аламыз. Бұл пиязбен өте керемет болады. Міне балығымыз қып-қызыл болып қуырылуда. Енді екінші қуыру әдісі ол жұмыртқамен. Бізге керегі жұмыртқа. Балығыңызға қарап жұмыртқаны аласыздар. Осылай жұмыртқаны жақсылап араластырып, үстіне ұн қосамыз. Ұн қосқаннан соң да біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Міне бірінші балықтарымыз пісіп дайын болды. Енді осы дайын болған массамызға балығымызды жақсылап екі бетін батырып, қызып тұрған майға, оны да орташа отта екі бетін қызарғанша қуырып аламыз. Негізі осы балық қуыруда ең маған ұнағаны дәл осылай жұмыртқаға қуыру. Себебі түсі де өте дәмді болады, әрі дәмі де ерекше болады. Білесіздер, балық нағыз омеганың көзі. Балаларымызға да өзіміз үшін де нағыз витаминге бай, белокқа бай тағам болып табылады. Міндетті түрде осы екі түрлі әдіспен қуырып, отбасыларыңызды қуантсаңыздар болады. Видео егер сіздерге пайдалы болған болса, онда біздің Ақтастархан YouTube арнасына міндетті түрде тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Себебі біздің YouTube арнамыздан сіздер үйдегі бар қолжетімді заттардан дәмді ас әзірлеуді үйренетін боласыздар. Міне балықтарымыз дайын болды. Оның үстіне жаңағы дайындап алған пиязымызды қосып, дастарханға тарта берсеңіздер болады. Дастарханның сәнін келтіретін керемет балықтарымыз дайын болды.